үн шырқайды. Бұл 1916 жылғы ұлы қасірет туралы ән. Қазақты тыл жұмысына айдап, құлша жұмсап, қарсылық білдірген халық қарусыз көтеріліске шығып, репрессияға ұшырап, тау асып, тауда аштық пен суықтан қаза тапқан уақыт. Екінші дүниежүзілік соғыста да, біз соғысты бастамасақ та аталарымызды келісімінсіз жат жерге айдап өлімге жіберді. Олар отан емес, империяның мүддесін қорғауға мәжбүр болды. Мен 9 мамыр мереке емес, еске алу күні дедім. Сол үшін қаралағандар болды. Ал ол сөзімнің астында ауыр шындық жатыр. Бұл Сталин мен Гитлердің Еуропаны бөлу жоспары еді. Соның ішінде біздің аталарымыз құрбан болып кетті. Соғыстан кейін де еркіндік орнаған жоқ. Тек қорқыныш пен үнсіздік қалды. Егер 9 мамырды жеңіс күні деп тойлайтын болсаңыздар, ендеше 16 жылғы көтерілісті, 31 жылғы ашаршылық, 37 жылғы репрессия, 86 жыл Жаңаөзен қаңтарды неге еске алмайсыздар? Олар да халықтың құрбаны емес пе? Бүгін Ресей тағы да соғыс бастап, Украинада қан төгуде. Тоқаев Путиннің парадына барады. Бұл соғысқа үнсіз келісім. Халықтың жарасы туралы ән айтатын Димаш сол жараны қайтып ашып жатқан Тоқаевтың қасында жүр. Ол опасыздық емес пе? Халық, егер 9 мамырды мейрам деп тойласаңыздар, ертең тағы да балаларыңызды соғыстыққа алып кетуге келісесіздер деген сөз. 9 мамыр сондықтан да ойланатын күн. Қашанғы біз өзге елдің соғысын қамтамасыз етіп құрбан боламыз деген сұрақты қоятын күн. Бізге жат елдің соғысы керек емес. Біз шынайы еркін, тәуелсіз, әділетті ел болу керекпіз. Ал оның кілті ақиқатты іздейтін, ойланатын халықта.